Баршаңызға сәлем достар. Сіздер осы видеода қазақ тілін дамытуға арналған мәтін тыңдайсыздар. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Қажетінше видеоны тоқтатып, қайта тыңдауларыңызға болады. Ал олай болса, бастаймыз. Мәтіннің тақырыбы болашақ мамандығы. Ғалымдардың болжамы бойынша, әлемде 2030 жылға қарай қазіргі кездегі 57 мамандық жойылып, 186 жаңа мамандық пайда болады екен. Ғалымдардың болжамы бойынша, әлемде 2030 жылға қарай қазіргі кездегі 57 мамандық жойылып, 186 жаңа мамандық пайда болады екен. Оның басты себебі ақпараттық технологиялардың және ғылымның дамуы. Оның басты себебі ақпараттық технологиялардың және ғылымның дамуы. Себебі ғылым мен болашақ мамандықтары бір-бірімен тығыз байланысты. Себебі ғылым мен болашақ мамандықтары бір-бірімен тығыз байланысты. Қазіргі мектеп оқушыларының 63% болашақта қазір аты белгісіз мамандықтар бойынша жұмыс істейтін болады. Қазіргі мектеп оқушыларының 63% болашақта қазір аты белгісіз мамандықтар бойынша жұмыс істейтін болады. Мысалы, геоагроном, қала фермері, биоэтика, қаржылық инженер, тағы басқалар. Мысалы, геоагроном, қала фермері, биоэтика, қаржылық инженер, тағы басқа. Сарапшылардың пікірі бойынша, цифрлы дәуір болашақ мамандардан үлкен ізденісті, бәсекелестікті, қайта даярлауды, сапалы білім алуды талап етеді. Сарапшылардың пікірі бойынша, цифрлы дәуір болашақ мамандардан үлкен ізденісті, бәсекелестікті, қайта даярлауды, сапалы білім алуды талап етеді. Кейбір сарапшылардың айтуынша, болашақта ірі компанияларда фрилансерлер сұранысқа ие болады. Себебі олар бір мезгілде бірнеше жұмысты қатар атқарады. Кейбір сарапшылардың айтуынша, болашақта ірі компанияларда фрилансерлер сұранысқа ие болады. Себебі олар бір мезгілде бірнеше жұмысты қатар атқарады. Сонымен бірге, болашақта офистік қызметкерлерге деген сұраныс төмендейді. Сонымен бірге, болашақта офистік қызметкерлерге деген сұраныс төмендейді. Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуына қатысты офиске деген қажеттілік те азаяды. Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуына қатысты офиске деген қажеттілік те азаяды. Сондықтан, қазіргі мектеп бітіруші түлектер болашақта жақсы жұмысқа орналасу үшін дұрыс мамандық таңдаулары қажет. Сондықтан, қазіргі мектеп бітіруші түлектер болашақта жақсы жұмысқа орналасу үшін дұрыс мамандық таңдаулары қажет. Өте жақсы, керемет жұмыс достар. Өз оларыңызды комментарий, яғни пікір қалдырыңыздар. Мәтіндегі осы оймен келіспеймін. Егер келіспесеңіздер, себебін көрсетіңіздер. Мәтіндегі осы пікірмен келісемін, себебі оны да көрсетіңіздер. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.